Yürekte jandarkan şama, solardan biri özünsün. Şarşama usta şarışama, ustazdық деген ол есім. Көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы ақ шашта менің де бар ау, менің де бар ау өлесім. Үйреттің әдеп төзімге, нәр алдым әрбір сөзіңнен. Қиырға самғап кетсем де, көңілім бірге өзіңмен. Ұстаздық деген ол есім, көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы ақ шашта менің де бар ау, менің де бар ау өлесім. Жанымда кернеп мың ағын, арналды ұстаз сүрәнің. Ақ жүрегіңді білте қып, білімнің жақтың шырағын. Ұстаздық деген ол есім, көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы ақ шашта менің де бар ау, менің де бар ау өлесім. Ұстаздық деген ол есім, көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы ақ шашта менің де бар ау, менің де бар ау өлесім. Үйреттің әдеп төзімге, нәр алдым әрбір сөзіңнен. Қиырға самғап кетсем де, көңілім бірге өзіңмен. Ұстаздық деген ол есім, көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы ақ шашта менің де бар ау, менің де бар ау өлесім. Жанымда кернеп мың ағын, арналды ұстаз сүрәнің. Ақ жүрегіңді білте қып, білімнің жақтың шырағын. Ұстаздық деген ол есім, көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы ақ шашта менің де бар ау, менің де бар ау өлесім. Ұстаздық деген ол есім, көңілге мәңгі түнейсің. Самайындағы
әдемі болып біз енді осындай тамаша көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Қалай отырады оқушы балалар? Қазір алдыңғы өткен бөлімдерімізді балалар еске алу мақсатында табан іздері әдісімен ережелерді айтамыз. Бірінші, мәтін дегеніміз не? Кім шығады? Мәтін. Мәтін мағынасы жағынан қалай бөлінеді? Жағынан. Жарайсың. Отыраға дұрыс айтты ма балалар? Дұрыс айтты. Енді мәтін тақырыбымен мәтіндегі негізгі ой дегенімізбен. Мәтін тақырыбымен мәтіндегі ой. Тамаша. Тамаша. Sarapan jam sekolah.
сөздеріңіз жақсы. Осымен біздің апталығымыз аяқталды.